Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің қазақ әдебиеті сабағымыздың тақырыбы Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы» әңгімесі. Сабақтың мақсаты: әдеби шығарманың идеясы мен пафосын ұлттық мүдде тұрғысынан ашу. Тахауи Ахтанов 1923 жылы 25 қазанда Ақтөбе облысының Шалқар ауданында дүниеге келген. Болашақ жазушы Абай атындағы мемлекеттік педагогикалық институтына оқуға түскен. Тахауи елбасына күн туған сын сағатта майданға аттанды. Екінші дүниежүзілік соғыстың қан майданынан өтіп шыңдалды. Тахауи Ахтановтың «Күй аңызы», «Қаһарлы күндер», «Сәуле», «Шырағың сөнбесін», «Дала сыры», «Әке мен бала», «Күшік күйеу», «Боран», «Ант», «Махаббат мұңы», «Арыстанның сыбағасы» деген шығармалары бар. Тахауи Ахтанов жазушы, драматург, аудармашы, қаламгер, редактор, майдангер жазушы, Абай атындағы мемлекеттік сыйлықтың иегері. Енді балалар, «Күй аңызы» бүгінгі өтілетін тақырыбымыз «Күй аңызы» туралы бейне жазба көріп тамашалайық. «Күй аңызы» әңгімесі жазушы Тахауи Ахтановтың 1960 жылы жазылған тырнақалды туындыларының бірі. Туындының тақырыбы шығармашылық адамына арналып, басты идеясы сол өнер иесінің адалдық, имандылық қасиеттерінің негізінде өрбиді. Әңгіме халық арасында кеңінен таралған нар идірген күйінің аңыз желісімен жазылған. Аңыз бойынша ботасынан айырылып боздаған нардың тас емшегін жібітіп идірген күй құдіреті күйшінің хас шеберлігі. Осы бір романтикалық сарындағы халық туындысын жазушы әңгімесіне арқау еткенімен, әңгіме әлеуметтік, адамгершілік мазмұнда сипат алады. Әңгіменің басты кейіпкері естемес есімді күйші. Жасы 50-ге келсе де, отбасын құрмаған оның жан дүниесінде айықпас мұң бар. Өткен өмірін шәкірті Оразымбетке айтып келе жатып, жапан сүзде жүрген жүдеу жалғыз түйені көреді. Естемес бұл ботасынан айырылған аруана екендігін сезінеді. Күйшінің көңілі толқып, домбыраның шанағынан әуен ағытылады, алайда соңына жетпейді. Бұл сюжеттің экспозициясы. Нар соңынан ере жүрген жолаушылар кәрі шал мен бойжеткен қызы бар бір қараш үйге түседі. Шал малдың күйге елігетінін айтып, өнерін салып көруін өтінеді. Естеместе елде жоқ қолқа салып шалдың қызын сұрайды. Күйші өнерімен ботасы өліп, суалған нарды идіргенде, желін тас қылып ұстап саумай отырған қызды көреді. Сонда ол дәуреннің өткенін түсініп домбыраны шәкіртіне ұсынады. Адамгершілік қасиетті өнерден де жоғары қойған философиялық түйін сюжет шешіміне айналған. Сендерге тапсырма балалар. Тахауи Ахтановтың өмірі шығармашылығы туралы хронологиялық кестені толтырамыз және «Күй аңызы» бойынша шығарманы талдаймыз.